Достар, мына ұжымымызбен Мұқағали Мақатаевтың ауылына келіп қалдық, Қарасазға. Нұрик, моя территория. Şerif bolgan dep Мұқағали жылаған өмірге келіп отырсыздар. Армысыздар қадірменді қонақтар. Ұзақтауымыз балаға ақиық ақын қазақ халқының бір туар перзенті Мұқағали Мақатаевтың әдеби мемориалы. Пай-пай өмір, өтесің ау бір күні, тыясың ау қуанышты күлкіні. Өмір деген бір жарқ еткен найзағай, өмір деген көк аспанның күркірі, пай-пай өмір өтесің ау бір күні. Болмағандай, жүрмегендей сенде біз, кетеміз ау, әй кетеміз, пендеміз. Ұрпақтарға береміз де кезекті, біз кетеміз, кету үшін келгеміз. Өмір деген бұйым емес қолдағы, өмір дейтін ұлы бекет жолдағы. Қаның кеуіп қаталаған кезіңде сусыныңды қандырсаң бір болғаны. Мына күнде, мына аспанда далан ау, бәрімізден қаладау. Өмір дейтін тағатсыз бір қозғалыс, өмір дейтін өлемін деп қарамау. Күркіреп жатқан бұлытты найзағай шаншып өткенде, есіңе мені алғайсың. Қазбауыр бұлттар маңғанда, орманға жазда барғанда, арманда мені, арманда оңаша жалғыз қалғанда, есіңе мені алғайсың. Қараша келген шақтарда, құлазып тұрған бақтарда, қурайлар сыңсып жатқанда, жапырақ жайрап жатқанда, есіңе мені алғайсың. Ақ ұлпа жерді жапқанда, ағаштар сырға таққанда, бозарып атқан ақ таңда, бозарып тұрып ақпанда, есіңе мені алғайсың, есіңе мені алғайсың. барып ұстаған заттарды кейін осы өзінің дос алып берген ғой. Қазіргі ақындар сияқты тұрған үйін музей жасайтын болса, ондайға қызығатын болса қазір көмек болады. Сабаға кесінбелі келмесін тәржімаға, осы менің отырып оңашада оқитығым намазым тәржімада деп өзінің кітапханасына қалдырған екен. Мұқағали атамыз өзінің кітаптарын намазға балаған күнде
5 уақыт оқимын деген өзінің күнделіктерінде байқаймыз. Өзі аядайған 2 бөлмеде тұрса, соның бір бөлмесі кітапқа толы болған екен. Бұл жерде жаңағы айтып кеткенімдей, бұл жерде де Мұқағали атамыздың өзінің орыс тілінде оқыған шығармалары, өзінің жеке кітапханасынан алынған. Мұқағали атамыз орыс тілін жақсы оқыған, былайша айтқанда орыс тілін оқып бітіріп бетін жауып қойған адам десең де артық айтқанымыз емес, орыс тілін қатты жақсы көріп оқыған, орыс тілін 5 деген 6-ға оқыған ғой. Орыс тілін былай бір жерге барып оқымаған, бірақ орыс тілін жақсы оқыған. Ал мынау өзінің 45 жасында киген өзінің пальтосы және өзінің отбасы сынған ыдыс аяқтары өмірінің соңғы кезінде қолданған заттары ғой. 45 жасында ең пальтосы сол 45 жасында ұстаған ыдыс аяқтары. Жауып тұрған көктемде гүл тере барсаң бөктерге қоңыраулатқан аспанда оған дәлел өзінің 45 жас деген өмірінде өзімнің есебімде мен биыл дәл 40-тың бесеуінде кім біледі енді қалған өмір жетер неше жылға неше күнге ұмыт болып өсегімде есебімде ұйықтап кетсем болған төсегімде 40-тың бесеуінде дәл өзі қалдырғандай 1976 жылы 27 наурызда дәл 45 жасында қайтыс болған Мұқағали атамыз артынан молда үмітінің бір мұрасын қалдырған ақын мұрасын насихаттау біздің міндетіміз. Назарларыңызға рахмет. Экскурсия осымен аяқталды. Бүгін Алматы облысы Нарынқол ауданы Қарасаз ауылына Мұқағали Мақатаев ақиық ақынымыздың ауылына біз мұражайға келдік. Осы мұражай бойынша біз өте көптеген экспонаттарды көріп, Мұқағали атамыздың жаңағыдай басқан топырағын, ауасын бәрін көріп жатырмыз. Және де Мұқағали атамыздың 80 жылдығына, 90 жылдығына арнаған көптеген экспонаттар бар екен. Өзінің жаңағы мектепте мұғалім болып істеген журналын көрдік, жаңағы табелін көрдік, оқушылармен түскен фотосын көрдік, ұжыммен бірге түскен фотосын көрдік. Жаңағы бір көргенімізді көп айтқанша бір көрген жақсы дейді, осы көргенімізді жаңағыдай біз нақыштап бәрін ойымызға түйуге тырысамыз. Өте керемет болды. Сонда бір жақсы әсерде тұрмын, толқып көзіме жас келді. Жаңа бізде мұражай қызметшісі сондай бір жақсы тебірентерлік бір дикциясымен өлеңімен өзім барлық экспонаттарды таныстырған. Көптеген барлық мұғаліміміз, жұмыс бір ауыздан ішінде контрольдер Мұқағалидың мұражайына Мұқағали атамыздың жұмыс бөлмесі, барлық өз көз тірісінде ұстаған жеке заттары, киген костюм шалбары, жазу машинкасы, тыңдаған радиосы, қолына ұстаған қоңыр портфелі, соның ішінде ең ауқымдысы осы назарларыңызға ұсынылған Ғабит Мүсірепов атамызға Мұқағали атамыз өзінің Аққулар атты поэмасын оқып берген кезде Мұқағали атамызға Ғабит Мүсірепов атамыз сен жай ақын емессің, алтын қаламды ақынсың деп алтын қаламды сыйға тартқан. Сол қаламы да назарларыңызға ұсынылған. Және Абайдың мүсіні, Мұқағали атамыз өзі Абайды пір тұтып Абайды қатты сыйлаған. Абайдың ұлы жұлдыздың естелігіне сүйенсек, Абайдың мүсінімен сырласқан екен. Өзінің шабыты келген күні Абайдың мүсінін қолына алып, мына шалдың бүгін қабағы ашық қой, маған өлең жаз дейді деп, мен бір-екі өлең жазайын деп өлең жазған екен. Ал өзінің шабыты келмеген күні Абайдың мүсінін алады екен да, мына шалдың бүгін қабағы шытыңқы ғой,
маған өлең жазба дейді, мен өлең жазбайын деп теріс қаратып қойған екен. Және Әбділда Тәжібаев атамыздың сыйға тартқан Насыбай шақшасы пілдің сүйегінен жасалған, және біздің 90 жылдық мерейтойына сыйға келген қомыс атты қырғыз халқының шертер аспабы да назарларыңызға ұсынылған. Ал енді бүгін мінекей номер 10 орта мектептің көптен күткен жоспарлаған дүниесі іске асып отыр. Қарасаз ауылындағы Мұқағали музейіне жол тартып бүгін келгенімізге өте қуаныштымыз, өте әсерлі болды. Көптеген мәліметтер алдық. Мұқағалидың ұстаған заттары, жазған жазуы, тіпті қолжазбаларын көріп, үлкен әсерде болып отырмыз. Құрметті әріптестер, міне біз Мұқағали Мақатаев мұражайынан шықтық. Негізі әсер енді керемет. Өйткені өзімізге көріп, өте көп жағдаймен таныстық ол кісі. Бірге Мұқағалидың дауысын естіп, Мағрипат поэмасынан үзінді тыңдаңыздар. Және ақынның өзінің көзінің тірісінде ең алғаш рет және ең соңғы рет түскен киносюжетті бізбен бірге көріңіздер. Сол адамдар, сорлы адамдар баяғы, сойқан содыр бүліктер, ақылдыға қақпан құрып қояды, ақымаққа сый құрмет біліп көр. Біле тұра тағдыр дейміз жарандар, бос сөз өтірікке санаңдар, тағдырыңды жасайтын да адамдар, тағдырыңды білдіретін адамдар. Сырыңдалған, құныңдалған өмір өзі бір құйын, ұлы болып туылғаннан, ұлы болып өмір сүрмек тым қиын. Бұрын адам сезбеген, бұрын адам көрмеген, қарсаттанды ол қатерге, қарсалдынан көлденің қандай сыйды тартар екен жат елде. Таңдап алды бұл өмірдің тозағын, жердің үсті болып елі отаны,